сілтеп шығындайтын да тұратын Темірқазық сынды жұлдыз тұлғалар болады. Қазіргі кез келген қазақ баласы үшін, барша қазақ халқы, тіпті бүкіл адамзат ұрпағы үшін Қаныш Имантайұлы Сәтбаев сондай тұлға. Мереке қарсаңында геолог ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың өмірі мен қызметіне арналған қазақ геологиясының ғұламасы атты онлайн тақырыптық кешін назарларыңызға ұсынамыз. Есігін ашқан биылғы 124 жыл толып отыр. Қазақтан шыққан тұңғыш академик абыроймен аспандатып ел көлемінде елеулі шаралар ұйымдастырып, бұл ұрпаққа барды. Сондықтан бұл кешіміз бітімін кеңге сықап толған соның, кейде бір терең ойлап толған сайыным, дидарың жанымызды жылындырып, көрінер биігінде туған сенің. Заводтар от тынысты түзге шөккен, мәңгіге кең бақыта ірге тепкен, отындай өреніңе шалынар ол, өшпеске өз жеріне жағып кеткен. 1922 жылы әміршілдік жүйенің тарапынан қысымға ұшырап, қызметінен төмендетіліп, Қазақ КСР геология институтының директоры болып тағайындалады. 1925 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының президенті болып қайта сайланып, өмірінің соңына дейін осы қызметті атқарған. 1947 жылы Англияға сапар жасаған кеңес парламенттерінің ішіндегі қазақ ғалымына Ұлыбританияның экс-премьер-министрі Черчилль қалжыңдап, барлық қазақтар сіз сияқты сұңғақ бойлы батыр тұлға ма деп сұрапты. Сонда академик Сәтбаев: "О жоқ, Черчилль мырза, қазақтардың ішіндегі ең кішісі менің халқым менен де биік деп айтты." Әруақтар кетер мекен сапырылып, еңбегінен тексініп ертеңінен, көкейімде көк бөрі жатыр ұлы. Ертеңімнің әйнегі тағы ысқылап, таза түбем бұлғады намыс құлап. Сен берген мыс мылтықты кейде өзіне, сұқтанады сездің бе Қаныш қыры. Комитеттердің мүшесі, басшыларының бірі, бірнеше мәрте КСРО және Қазақ КСР жоғары кеңестерінің депутаты, СОКП съездерінің делегаты, КСРО министрлер кеңесі жанындағы Лениндік және мемлекеттік сыйлықтар жөніндегі комитетінің президиумының мүшесі. Ол 4 рет Ленин орденімен, 2 дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен марапатталып, КСРО мемлекеттік және Лениндік сыйлықтардың иегері болған. Оның есімі институттар мен кең металлургия комбинаттарына, Қазақстан қалаларының көшелеріне, мектептер мен шаруашылық аттарына берілген. Келбетінен сейілсің адам сүйгіш жан назары. Құлшынып кеткендей боп ақын жаным, қасыңа көппе бірге жақындадым. Жылытты бәрімізді бір сөзбен, жан екен қарапайым асылдары. Бір сырлы, мұңқыры біткен бір өзіне, салмайды қыран қарқын лезіне, әр сөзбен баппен ғана байыпты айтқан құмарттың ұстанды кең мінезіне. Қай ақын қанекеме арқаланбас, бар қырын бірақ тегіс байқай алмас. Черчилльдің таңдануы бекер ме еді, ол дана 1000 жылда. Ұлы Әуезов Абай жолын тудырса, сіз жаздыңыз қазба байлық кітабын. Талай жоспар күрделеді ойынан, арыс қойлар жатты сөзбен сойылдап. Аз қазақтың маңдайыңа сыймадың, әлем сізді жатқан кезде мойындап. Әлем кезіп кетсе Әуезов Абайлар, әмірі мен ән боп таңым арайлар. Сәтбаевты қазақ осы деп біліп, Ломоносов Қаныш деді талайлар. Кең картасын қолға алып құрдасып, қазба орнын бірінен соң бірді ашып, тас жүректер түсінбеген кездерде тастарменен кетуші едің сырласып.